сол жерде асыраған. Кейіннен оғышылар қайтыс болады. Сол 20-шы жылдарда барлығы сол жерлерде жерленген. Соның ұлы қалады жаңғыз, 2 ұлы қалады. Тұрлыхан, Алдажар деген. Енді дәулеттің барлық нелері сол атасынан да жоғу керек. Мен өзімде 15 жыл күрескем, жаман күрескем жоқ, жақсы күрестім. Солардың барлығы да оларға әсер етіп, ата тегін қуғандық болып есептеледі. Атасы Тұрлыхан әрбір тойларда, үлкен жиындарда күресіп, ылғи шақ келтірмейді екен. Қажым ханды үйге қонаққа шақырып, жаңағы осы кісі баяғы бір қойды жей ала ма, жаңағы қанша шарақ қымыз қыш ала ма деп, соны жолдастарымен бәстесіп апарған ғой үйге. Иә, бір өзі бір ауылдың қонағы болар Қажым ханды Тұрлыханның өз үйіне түсіру тегін емес-ті. Жігері жалын, жүрек алып жандардың сезім тереңнен осылай сыйласқанын екінің бірі біле бермес. Бәлкім сол күні қазақтың әруақталығының ықыласы түсіп, Тұрлыхан шаңырағына палуандықтың киесі дархан болар. Менің әкем ағартушы болып, ұстаз мұғалім болады. Одан сол жерде мектеп ашып, Қапамұлақ ауылында балаларды оқытады. Содан жазушылық, ақындық жұмыспен айналыса бастайды. Мұхтар Әуезов пен Сәбит Мұқановтармен жақсы жолдас болған. 5 жасында қалдым мен, інім 3 жасында қалды. 24 сағаттың ішінде 37-ші жылы бір түннің ішінде әкемді алып кетіп, бізді елге қуған Семей облысына. Сол жағдайларын шешем айтып жеткізіп отырған. Небәрі 35 жасында дүниеден өткен жалынды қайраткер елдің есінде қалған еді. Соның айғағылар Жарма өңірінде осы мектепке Тұрлыханның аты берілді. Бұл салтанатқа Тұрлыхан әулеті жоралғы жасап, 1 миллион ақша және 1 автобус әкелді. Сөйтіп, үздік оқушылар мен жағдайы төмен ата-аналар ақшалай сыйлық алды. 21 кабинет көрнекі құралдармен жабдықталатын болды. Халық игілігі үшін құрбан болған арыс азаматтың еңбегі ақталып, өшкені жанды деген осы да. Тұрлыханның бір өнер палуандығы еді. Оны дәулет немересі лайықты жалғап, атын әлемге әйгіледі. Енді
мінекей сол дәулеттің атына жүлде төгіліп, грек-рим күресінен Семейде халықаралық турнир өтуде. Заман таршылығына қарамай, осындай палуан сайысты ұйымдастырып, қаржысын көтерген семейліктер жігіттерге алғыс айтқан дұрыс. Өйткені бұлар елдің атын шығаратын ерлік дәстүрдің туын көтеріп отыр. Осынау бала палуандар күнертең-ақ дәулет шыққан биіктен көрінбесіне кім кепіл? Кең далам толғанайын, толғайын, домбырам қолға алайын, жырлайын. Қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сен ай, атамекен-ай. Менен 8 ұл, 2 қызым бар. Әйелім мектептің директоры болып істейді. Жаңағы Дәулетті алғаш спортта өзіңіз ба баулыған? Дәулетті ең алғаш өзім баулыған. Балаларым барлығын бірдей спортқа тартқан. Кішкентай күннен бастап 4-5 жастан жүгіруге келгеннен бастап соларды біріктіріп алып, стройменен кәдуескі таңертеңгі жаттығу, үйде төсектің үстінде бір-бірін үйретіп, мына текеметтің үстінде көрпені жайып қойып, әртүрлі приемдарды үйретіп, бір-біріменен сол кезден бастап олар өздері сондай бейім бола бастады. Бәрі бірдей спортшы. Оның ішіндегі ең атақтысы Дәулет. Мен спорт школға 6 класста келдім Алматыға. Сонда сол кезде ол облысты жеңіп жүрді, аудандарды жеңіп жүрді. Осында келіп бүкіл спорт школдардың арасында 2-ші орын алды. 37 килограмм салмақта. Содан бастап жақсы тренерлерге Қашаев, Сағындықов деген тренерлерге әкелдім. Солардың көмегіменен Сапуновтың әсіресе үлкен пайдасы тиді. Впервые Давлета Турлухана я увидел в 1984 году на молодежном первенстве страны, в 1984 году в Набережных Челнах. Он тогда не стал даже призером страны в своем весе 68 килограммов, но показал отдельные умные, тактически грамотные моменты. А главное, что я в нем заметил, это борцовскую хитрость, ловкость, которая, конечно, редко встречается в таком проявлении, как у него. И подумал, что из этого парня можно сделать настоящего хорошего борца. После этого мы стали привлекать его по линии армии на сборы сборной команды Советского Союза. Но дальнейшая перспектива его в этом весе мне так казалось, что небольшая. Поэтому я ему посоветовал перейти в вес 74 килограмма. И он в 1986 году, сразу же выступая на чемпионате страны, сразу с первого захода стал чемпионом Советского Союза. Мастер спорта Даулет Турлыхан, казахская ССР, город Алматы. Руководитель судья международной категории Василий Иванов. Если говорить о дальнейшем развитии Даулета как спортсмена, о его спортивном пути, то за него говорят сами результаты. Он является рекордсменом среди борцов по количеству титулов, выигранных на чемпионатах Советского Союза. В Советском Союзе не было ни одного борца, который бы подряд выиграл 7 раз
звание чемпиона Советского Союза. Помимо этого он стал еще 8-й раз чемпионом спартакиады народов. Причем, что интересно, что перейдя в следующий вес, 82 килограмма, являясь недовеском, ему не хватало несколько килограммов до полного веса, он все-таки 3 раза сумел стать чемпионом Союза и в этом весе. Что касается его выступлений на международной арене, то результаты его известны. Он является чемпионом мира, чемпионом Европы, призером мира неоднократным, двукратным призером Олимпийских игр, победителем многих турниров. Ну, он всегда показывал искрометную, бескомпромиссную, умную борьбу. И зрители всегда его с восторгом встречали, избегали смотреть именно на тот ковер, где борется Давлет Турлыханов. Өзімнің үлкен спорттағы өмірімде 85 жылдан бастап осы Барселона Олимпиадасының аяқталғаннан дейін 92 жылға дейін бұрынғы СССР командасының сапында күрес өнерін көрсеттім. Жеңімпаз болу оңайда, ол тұғырда екінші жол, үшінші жолы қайтадан ұстап қалу өте қиын. Өйткені тек қана бір палуан, екі палуанмен күрессең бір басқа да. Онда көптеген біздің СССРдың 17 республикасынан 30-40-қа жуық палуан келеді. Барлығы әртүрлі. Біреуінің күші көп, екіншісі жолбарысша, мысықша өте жылдам, үшіншісі енді жүгірген кезде шаршамайтын. Күрестің бірінші минутынан бастап ақырғы минутынан тоқтамай, толассыз шабуылға көше беретін палуандар, әртүрлі палуандар болды. Олардың бәріне өте дұрыс тактика қолдана білу керек. Әрқайсысына жол таба білу керек. Жол табу. Қайратқа сеніп қақтықпай, ақылмен тауып айласын деп, Ұлабай айтқандай күш-қуатын оймен жұмсай білетін Дәулет, кезек келгенде әлем және Европа чемпиондары Ермилов пен Кудрявцевті, Беслан Чагиевті тоғырдан тайдырып өз басымдығын мойындатты. Әсіресе Олимпиада және 3 мәрте Европа жеңімпазы Яоко Соломякиді 3 минутке жеткізбей жауырын жер қаптырғанда бүкіл қазақ қуанды емес пе? Ал енді сол қуаныштың да салмағы болатынын және оның ең алдымен ата-анаға түсетінін кім ойлаған? Әрбір сол жарыстарға кеткенде жаңағы баланы ана көп ойлайды. Спорт болғаннан кейін кілем үстінде неше түрлі әдістер қолданылады, неше түрлі жаңа шеберліктерін көрсете біледі. Сол шеберлікті көрсете білгеннің арасында жаңағы жеңістерге жетіп келеді. Сонда әрине қарсылас оңайға берілмейтін, ол бізге мәлім. Екі жақта тең түседі. Сол кезде дені сау, дұрыс, өз қалпында қайтадан сол отбасына, еліне оралса екен деген ойда боламыз. Өйткені шет мемлекеттің аты шет мемлекет. Қазіргі уақыт дегеніңіз қиын. Мына Сеул Олимпиадасында келіп тұрған жаңағы алтын медальдың қырсық жолменен дұрыс шешімге келмей, қолына түспей кетуі баланың жүрегіне де дақ салды. Сол сияқты ата-ана және көрермендер қазақ халқына бұл оңай соққан жоқ.
үстіндегі орынның оқшаулығын көрсететін бір ғана мысалды айтсақ, Дәулет Тұрлыханов кеше кеңес одағында қатарынан 7 жыл чемпион болған жалғыз болған. Мұндай жетістікке ешқандай болған жеткен емес грек-рим күресі бойынша. Мұндай жетістік тек қана біздің қазақ даласында туған Дәулеттің ғана қолынан келіп, біле білген адамға Дәулеттің кілем үстіндегі жүріс-тұрысының өзі бір классика екен, енді әдебиет тілімен айтқан кезде. Дәулетке тамсанатын, Дәулеттің кілем үстіндегі қимыл қозғалысына сүйсінетін жалғыз біз емес. 2 мәрте олимпиада чемпионы болған Александр Карелин, мен шіркін-ай, кілем үстінде Дәулеттей күресіп, Дәулеттей әдемі қимыл көрсете алсам, менде арман болмас еді дегенді айтты. Күш қуатын бұрынғыдан да аянбай шыңдап, әдістің ауырын, тәсілдің тыңын табуды мақсат етті. Ізденіс нәтижесінде ұзақ күттірмеді. Араға жыл салмай Швейцарияның Мартини қаласында грек-рим күресінен болған әлемдік сайыста Дәулет алтын медальді жеңіп алды. Енді жылына біз өз семьямыздан, өз үйімізден 8 айға жуық басқа жерлерде жүреміз. Бұл олимпиадалық жаттығу орындары, бұл басқа қалаларда өткізіп жатқан әрбір үлкен жарыс алдындағы жаттығулар, және де шетелдегі үлкен жарыс кездерінде. Соның бәрін санаған кезде 8 айға жуық болады. Үйді де сағынасың, әке-шешеңді, аға туған туысқаныңды, жолдасыңды, балаларыңды бәрін сағынасың. Кейде ойлайсың, осы күрестің қажеті қанша? Мен одан да үйде, жылы төсекте, болашағым жанында, әке-шешем, туған туысқаным жанында жүрсем деген ой та келеді. Кейде тер төгіп, дене басың бәрі ауырып тұрған кезде, осыны тастап маған қиналып не болды? Мен тып-тыныш тамағымды ішіп үйде жүре бермеймін бе деген ойлар келді. Не болса кілем үстінде айқасып, барып әлгі ең күшті деген палуанды жеңіп болған кездегі әзер ентіге дем алып, аяғымды басармай кілемнен шыққан кездегі де ойлар, неше түрлі ойлар болды. Осы спорттың кереғанша тастап кетсем екен деп. Мысалы 92 жылы Барселона олимпиадасын дайындап жатқан кезде, олимпиаданың басталуына 10 күн қалған кезде мен сол көзімнен жарақат алдым. Сонда маған сол Алушта қаласында жатқан кезде үлкен профессор, Москвадағы Федоров университетінің, көз хирургия университетінде жұмыс істейтін профессор айтты. Енді кішкене болған кезде Дәулет көздің ортасы деген кезде көзің ағып кетуі де мүмкін еді. Ешқандай олимпиада жоқ, сен соқыр болып ауылыңа қайтардың дейді. Ал бұлай бағым бар екен, мынау тек қана жарақат алыпты деп, үш шов қойып көзге, 3 рет тігіп нетті. Сонда Барселона олимпиадасына барған кезде, кілем үстінде күрескен кезде менен күрес шыққан палуандар бір палуан емес, 2 палуан болып көріп тұрған сондай жағдайлар болды. Бәрі де рас қой. Шынай шымыр додасыз қалай отырар? Енді Дәулет Швецияға аттанды. Біздің ойлаған ойымыз сол балалардың жалғысы өзіміздің Дәулет емес. Бұл бір команда болып кетіп бара жатады ғой. Өзінің жаңағы республикасының жалауын желбіретіп, гимнін ойнатып деген сияқты әнұранын. Сондай қазақ елінің қандай ел екенін танытып, сондай дәрежеге жетіп келсе екен деген үмітте боламыз. Däulermen kelgene betme
шықса майданға, жеңіске ешбір жоқ бөгет. Талай ел ұлы сулады, талай ел туы құлады, бүгінгі міне қазақтың әлемге жеткен ұраны. Қазақтың қайсар ұланы, ұлы боп дәурет көрінді. Атаң сенің ер сүреп, жұртың бар алты алаштай, әлемдік даңқың кеш келді, дәулетім жарығы жол ашпай. Мықтыны талай бүктеді, даңқыммен ешбір санаспай, аруақтап қазақ үйінде, дұшпандар қалдау жағашпай. Тұз жала дейміз оларға, апашық күнде адаспай. Бүгінгі менің борышым, ақтарба сатау жол айту, 30-да орда бұза бер, 40-та қамалы деп айту. Қаламың қолдан түскенше, ұрпаққа келер сен айту, дәулетім құстап жігіттер, әкеден тусаң сол айту, қазақтан тусаң сол айту. Дәулеттер аман жүргенде, ел бірер біздің қалайту. Қаламың қолдан түскенше, ұрпаққа келер сен айту, дәулетің құсап жігіттер, әкеден тусаң сол айту, қазақтан тусаң сол айту. Дәулеттер аман жүргенде, ел бірер біздің қалайту. Қазыбек би атамыз атадан жақсы ұл туса, елдің туы болады дегенде, осы дәулетті ақ жігіттерді айтқан шығар. 20 ғасырда қазақ спорт тарихына аты алтын әріппен жазылған дәулеттің елі мен халқы алдындағы азаматтық қайраткерлігі өз алдына үлкен бір әңгіме. Көп көрген білет дегендей дәулет, енді әлемдік аренадағы өзі көрген озық әдістер мен үлгілі техниканы ұрпаққа үйрету үшін күрестен кәсіпқой спорт клубын ашты. Енді спорттық өмір оңай емес, өнердің басқа түрде оңай емес қой, бірақ та спортта қиын. Бұл жерде дұрыстап еңбек ету керек. Бұрын мен өзім үшін күресетін болсам, енді қазір жаттықтырушы ретінде Қазақстан құрама командасы үшін күресетін болдым.